Мен жатын бөлмеге кірген сәтте ауа қоюланып кеткендей болды, ауыр, ылғалды, үйдің өзі мені әрі қарай жібергісі келмейтіндей. Түнгі шамның дірілдеген жарығында қарттың жүзі үнсіз айқайға қатып қалғандай көрінді. Кең ашылған көздері үреймен төсектің бас жағына қадалып тұрды, дәл сол жерде ол әйел тұрған еді. Әйел ұзын бойлы, нәзік, тік тұрған, қолдарын алдына айқастырып ұстаған. Үстінде қара кешкі көйлек, сымбатты дене бітімі, шашындағы толқындарға жарықтың әлсіз шағылысы түскен. Ол қимылдамады, сөйлемеді, бөтен әрі суық бір нәрсе секілді қатып тұрды. Сол үнсіздік айқайдан да қатты қорқытты. Мен үйде ешкім болмауы керек екенін білетімін. Тек мен күзетші және сал болып қалған қарт қана. Еден сықырлап кетті. Әйел бұрылды. Оның көзқарасы мені әйнек арқылы өткендей тесіп өтті. Ол маған мен кедергі болып тұрғандай қарады да, кенеттен жоқ болды, қараңғылыққа сіңіп кеткендей ғайып болды. Мен артынан жүгірдім, бірақ үй іші бос еді. Дәліз, баспалдақ, бақ бәрі өлі тыныштыққа батқан. Тек ауыр, жабысқақ тыныштық қана қалды. Мен қайта оралғанда қарт баяғы қалпында жатты, бірақ беті терге малшынған еді. Ерні дірілдеп тұр, ал көзі тура маған қадалған. Оның көзінде тек үмітсіздік емес, ересек адамның көзінде көру қорқынышты болатын бір нәрсе бар еді. Үнсіз жалбарыну. Мен жақындап көрпесін түзеп, маңдайын сүртіп, еңкейіп, мен бар кезде сізге ешкім тиіспейді. Уәде беремін дедім жай ғана. Ол кірпік қақпады. Тек саусақтарын әлсіз қысып бірдеңе айтқысы келгендей болды, бірақ айта алмады. Сосын оның көзқарасы есік жаққа, әлгі әйел кеткен жаққа сырғып барып, қайтадан маған оралды. Ұзақ өткір қарады. Адамдар дәл осылай бірдеңе сұрағанда, жалбарынғанда қарайды. Мен қатып қалдым. Осы бір апта ішінде алғаш рет бұл жұмыс жай ғана күн көру тәсілі емес екенін сездім. Ішімнен мен әлі айтылмаған құпиясы бар үйге түскенімді түсіндім. Осылайша мен бір кезде жылжымайтын мүлікпен сақтандыру саласында алып империя құрған, бүкіл қаланы қорқынышта ұстаған, бірақ қазір сал болып қалған қартқа күтуші болып жұмысымды бастадым. Ал жалғастырмас бұрын өзімді таныстырайын. Менің атым Ержан Небай, бұл әсерлі оқиғаны сіздер үшін жаздым. Қай елден, қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды пікірге жазыңыздар. Сіздерге жақсы тыңдау тілеймін. Таң ерекше шуақты болды, бұл суық әрі, көңілсіз үй үшін тіпті тым жарық әрі, қуанышты сияқты. Екінші қабаттағы холдағы витраж әйнектерінен түскен жұмсақ күн сәулесі мәрмәр еденге түсіп, оны қызғылт және янтар түстерге бояды. Бәрі музейдегідей салтанатты көрінді, мұнда ешбір зат тірі адамдарға тиесілі емес сияқты. Бірақ менің ішкі күйім мүлде басқаша еді. Кеше түннен бері көз ілмедім, ойларым шатасып тыным бермеді. Мен осы қала сыртындағы байлығы ауада сезілетін зәулім үйде жұмыс істеймін. Күтушімін, менің науқасым 70-тен асқан Сейітқазы Ғалымұлы, инсульттан кейін ол сөйлемейді. Қозғалмайды да. Оның ұлы арман, паң жүрісті, қымбат костюм киетін, суық көзқарасты адам мені агенттік арқылы жұмысқа алған. Ал оның әйелі Айгерім суық, мінсіз күтінген, баяу сөйлесе де әмірлі үнге ие әйел өзін осы үйдің қожайыны ретінде таныстырды. Мен белгіленген уақытта қарттың бөлмесіне кірдім. Ол ұйықтамай жатыр екен, қарап тұр. Оның көзқарасы ұйқылы да емес, алаң да емес, анық, өткір. Онда есептен шығарылған адам үшін тым көп өмір бар еді. Мен әдеттегідей жұмсақ. Сәл әзілмен амандастым. Сол сәтте түсіндім, ол жай ғана мен емес, біреудің оның ішінде әлі де өмір бар екенін байқауын күтіп отырған. Таңғы міндеттерімді орындап болған соң, бөлмеден шығып, мәрмәр баспалдақта ұзақ тұрдым, төмендегі жылтыр еденге қарап. Мен науқасымның әдеттері туралы туыстарынан көбірек білгім келді. Айгерім жоқ екен, сапарға кеткен дейді. Асханаға Арман кірді, хронометрдей, дәл, қысқа пальто киген, шалбарының қыры мінсіз. Ол жымиған жоқ, тек басын изеді. Бірақ оның көзқарасы әдепті әңгімеден ұзағырақ бір сәтке кідіріп қалды. Әкеңіз жақсы ма? Деп сұрады ол сабырлы дауыспен. Мен иә деп жауап бердім, бірақ ішімде ұстап тұра алмағанымды да қостым. Түн туралы, оның көзқарасы туралы.
Арман еш эмоция білдірмей тыңдады, бірақ мен оның сөзімді толық қабылдамай, селқос тыңдап тұрғанын сездім. Қазір сізге оңай емес екенін түсінемін, дедім мен. Өз шаруаларыңыз бар, өте бос адамсыз. Бірақ мен көрген нәрсе ол үшін маңызды. Және сіз үшін де деп ойлаймын. Ол жауап бермеді. Жүзі өзгерген жоқ, бірақ арамыздағы тыныштықта бірдеңе сытыр еткендей болды. Көктемде аяқ астындағы алғашқы мұз жарылғандай, әкем соны бағалар деп үміттенемін, деді ол. Дегенмен ол ештеңені сирек бағалайтын. Мен алғаш рет сәл ғана жымидым, демек, енді оның үйренуге мүмкіндігі бар. Ол қысқа ғана бас изеді, кешке дейін айдана ол шығып кетті. Ал мен алғаш рет біреу мені жай күтуші емес, жай адам ретінде көргендей жеңіл сезіммен қалдым. Бұл үйге түн біркелкі түспейтін. Кейбір бұрыштар толық қараңғылыққа батып кетсе, басқалары шамдардың жұмсақ жарығымен әлсіз жанып тұратын. Үйдің өзі тыныс алып тұрғандай, ескі естеліктерін сыбырлап тұрғандай еді. Мен ұйықтамадым. Түсініксіз нәрсе тым көп еді. Көз алдымда Сейітқазы Ғалымұлының жүзі тұрды, өлідей бозарған, терге малшынған, ауырсынудан емес, адамнан күтпейтін қорқыныштан бұрмаланған. Және тағы сол әйел, үнсіз, кешкі көйлекпен оның бас жағында тұрған. Егер мен мұны ойдан шығармасам, онда мен не көрдім? Мен оның бөлмесінің қарсысындағы креслода отырдым. Шай суып кеткен, жамылғы иығымнан сырғып түскен. Үй іші музейдегідей тыныш еді. Кенет еден тағы сықырлады. Тыныш, бірақ анық. Дәліздің перделері жерге дейін түсіп тұрған, қадамдар кілеммен тұншыққан жақтан шықты. Мен аяқтың ұшымен тұрып, есікке жақындап, саңылаудан қарадым, іштен жарық көрінді. Мен түнгі шамды қоспағанымда анық білетімін. Есікті жай ғана итеріп аштым, және оны қайтадан көрдім. Ол бөлмеде тұрды. Бұл Айгерім еді. Кешкі көйлексіз, жібек халатпен. Шашы жиналған, жүзі мінсіз. Ол тумбочкаға еңкейіп, қолында шприц ұстап тұрды. Сабырлы, сенімді, мұны 100 рет жасағандай. Сейітқазы Ғалымұлы оған тік қарап тұрды. Үнсіз, бірақ көзінде үрейге жақын қатты кернеу бар еді. Мен бөлмеге кіріп, ауыр тыныштықты бұздым. Айгерім ханым, қазір тым кеш қой. Ол селк етті, бірақ бұрылмады. Ол жаман ұйықтайды, деді құрғақ үнмен. Мен көмектесіп жатырмын. Жақындай түсіп, мен сіздің медициналық біліміңіз бар екенін білмеппін, дедім. Ол бұрылды, мен оның отбасымын. Не істеп жатқанымды білемін. Мен бір қадам жақындадым, дәрігердің тағайындауы бар ма? Барлығы карта бойынша ма? Түнге инъекциялар туралы маған ешкім айтқан жоқ. Айгерім маған қызметші шектен шыққандай қарады. Сіз күтушісіз, деді ол суық дауыспен. Өз жұмысыңызды істеңіз де. Түсінбейтін нәрсеге араласпаңыз. Ол шприцті халатының қалтасына салып, есікке қарай жүрді. Есіктің алдында тоқтады, бұл адам менің күйеуімді сындырды. Мен оған мұны қайта жасауға жол бермеймін. Сөйтіп артына қарамай шығып кетті. Мен дірілдеген қолыммен бөлмеде қалдым. Сейітқазы Ғалымұлы маған қарап жатты. Мен оның жанына отырып қолынан ұстадым, суық, қимылсыз дерлік. Ол кірпік қақты. Көзінің шетінен жас ағып, бетімен сырғып түсті. Осы жеткілікті еді, мен қателеспегенімді түсіндім. Енді үнсіз қалмаймын. Таң әдеттегідей басталды. Кофенің жеңіл иісі, перденің сыбдыры, төмендегі күзетшілердің ауыр қадамдары. Үй тыныш әрі тірі көрінді. Бірақ менің ішімде бәрі өзгеріп кеткен еді. Жинақы, нақты, бұрынғы жұмсақтықсыз. Мен шешім қабылдадым. Енді ешқандай күмән жоқ. Сейітқазы Ғалымұлы бәрі ұмытып кеткен дәрменсіз жан емес. Ол тірі адам, ақыл есі анық, тек қимылсыз дененің ішінде қамалып қалған. Ал оның сырт көзге көрінетін оқшаулығы. Таңғы 10-ға қарай, келісілгендей, учаскелік дәрігер келді, мығым денелі, тура қарайтын, адамды бірден түсінетін шашаңғы жан. Оны жай қарап кетсін деп шақырды ма, әлде шынымен мәселе бар ма, бірден аңғаратын адам. Мен оны есік алдынан қарсы алып, қысқы кабинетке апардым.
Даусымды сабырлы ұстап, бірақ жинақы сөйлеуге тырыстым. Барлығы дайын еді. Фотосуреттер, бақылаулар, түні бойы айлаған сөздерім. Біз оңаша қалдық. Мен мәселе диагнозда да, емдеуде де емес екенін айттым. Мәселе қол жетімділікте және мен кешкі процедуралардан кейін науқаспен не болып жатқанында. Итқазы Ғалымұлының жағдайын саптадым. Әуелі сана анық, кейін күрт үзіліс, толық қабылдамау, ал түске қарай біртіндеп қайта оралу. Ауыр дәріден кейінгідей, емдеу жоспарына кірмеуі тиіс бөтен нәрседен кейінгідей. Дәрігер мұқият тыңдады, бірде-бір рет бөлмеді. Тек көзін сығырайтып, жасырылған нәрсені көргісі келгендей болды. Сосын мен ампуланың суретін көрсеттім. Ол ұзақ қарап, жазуына тоқталып, экранды саусағымен сипап өтті. Көзқарасы ауырланып, даусы қарлығып шықты, бұл тағайындауда жоқ. Болмауы да керек. Мен сабырмен қысымсыз қан талдауын жасауды, дәрі-дәрмек шкафының құлпын ауыстыруды сұрадым, препараттарға тек дәрігердің ғана қолы жету үшін. Артық эмоциясыз, дабырасыз, тек қорғаныс, тек жауапкершілік. Ол маған ұзақ қарады, үндемеді. Іштей бір нәрсені таразылап тұрғандай, сіз неге араласып жатқаныңызды түсінесіз бе? Деді ақыры. Мен сәл ғана жымидым, қарсы шығу емес, қайтар жол жоқ екенін түсінген адамның жымиысы, мен әлдеқашан араласып қойдым. Кеш баяу өтті. Үй тым мінсіз, тым симметриялы еді, сызғышпен сызғандай. Мен бәрін ереже бойынша жасадым. Укол тек тағайындау бойынша, журналға белгі, таза төсек, жылы су. Сейтқазы Ғалымұлы маған тік сабырлы қарады. Мен енді бәрі өзгереді дегенде, ол бір рет кірпік қақты, келісім мен сенімнің белгісіндей. Мен бөлмеден шығып бара жатқанда, төменнен дауыстар естілді. Алдымен бәсең, кейін қаттырақ. Енді оларда ұстамдылық жоқ еді. Әйелдің даусы қатқыл, ширыққан, ашуға толы, сен оған кілт бердің бе? Ер адамның даусы шаршаған, бірақ сабырлы, бұл дәрігердің шешімі. Мен оған сенемін. Мен қоршаудың жанында тоқтадым. Люстраның жарығы еденге ескі кино таспасындай көлеңке түсіріп тұрды. Төменде Арман мен Айгерім тұрды. Ол бұрынғыдай салқын. Ал ол сынып кеткен әйнек секілді. Сөздер төгіліп, мәрмәр еденге соғылып жатқандай, қорлау, айыптау, ашы естеліктер. Ол менің анкетамды, аты жоқ саусағымдағы Сақинаның жоқтығын, менің орнығып алғанымды, енді күйеуінің маған қарап, оны көрмейтінін айтты. Мен жай ғана төмен түстім, үнсіз тыңдап, сосын көлеңкеден шығып, кешіріңіздер араласқаныма. Бірақ мен сіздер төлеп отырған жұмысты істеп жатырмын. Мен өз науқасыма қамқорлық жасап жатырмын дедім. Айгерім бұрылды. Көзінде ашу жоқ, тек мұздай ауырсыну мен қорқынысқа ұқсас бір нәрсе бар, ал егер ол есіне бәрін түсірсе ше? Деді ол күйеуіне қауіп төндіргендей. Егер ол тағы да өсиетін өзгертіп, бәрін қайта жазса. Сонда мұрагер сен болмай қаласың. Әкеңнің бір шешіммен бәрінен айырыласың. Сол сәтте Арман алғаш рет суық емес, адамша жауап берді. Ол енді ғана шын мәнінде көре бастағанын, өзінің әкесінен қорқатын бала емес, ересек ер адам екенін, енді онымен тең дәрежеде сөйлесуге дайын екенін айтты. Айгерім үнсіз қалды, ішінде бір маңызды нәрсе үзіліп кеткендей. Ол айқайламады, есікті тарс жаппады. Жанжал шығармады, жай ғана бұрылып, енді ештеңе айта алмайтындай кетіп қалды. Артында нәзік иіс суының жұқа ізі ғана қалды. Арман холда тұрып қалды, қоршауға сүйеніп алғаш рет өз иығының салмағын сезгендей. Ол қозғалмады, сөйлемеді, тек бір нүктеге қарап тұрды. Енді өзін олда, күйеуде болып көрсету міндеті жоқ кезде, кім екенін түсінуге тырысқан адамдай. Мен бірден жақындамадым. Тек бір қадам жасап, тыныштықты бұзып сыбырладым. Ол құбыжық емес, Арман, ол өте ұзақ уақыт жалғыз болған адам. Мүмкін сіз де солай шығарсыз.
Ол үнсіз бас изеді. Рахмет. Айдана кешке қарай дәрі қобдишасына жаңа құлып қойылды. Қатты, жылтыр, тарс етіп жабылатын. Бір тараудың аяқталғанын білдіргендей. Бір кілт дәрігерде, екіншісі менде. Басқа ешкімде жоқ. Барлық дәрілер қатаң есепке алынды. Әр құты тіркеуде, әр қабылдау журналда. Барлығы ашық, салқын, ресми болды. Осы ашықтықта енді уға орын қалмады, тіпті ол қамқорлық кейпіне жасырынса да. Айгерім кешкі асқа әдеттегіден кешірек түсті. Баяу, әдемі, мінсіз сымбатпен оны жай тәкаппарлықпен шатастыру мүмкін емес. Бұл жеңіске үйренген әйелдің жүрісі еді. Жүзінде бір бұлшық ет те қозғалған жоқ. Көзінде мұздай өткір суық. Ол менің жанымнан ештеңе өзгермегендей өтті. Бірақ мен білдім, енді ол жоғары көтерілмейді, оның бөлмесіне кірмейді, жақындамай. Ал ол мұны сезеді. Келесі таңертең Сейітқазы Ғалымұлы алғаш рет саусақтарын қозғалтпақ болды. Бұл өте әлсіз еді, болар-болмас қимыл, бірақ кездейсоқ емес. Мен көрдім. Ол да менің көргенімді түсінді. Арамызда үнсіз келісім пайда болды. Енді ол жалғыз емес. Қарттың кабинеті уақыттың салмағын көтеріп тұрғанда еді. Қарая бастаған ағаш, жез тұтқалар, экваторы, алтынмен белгіленген ойылған глобустармен қапталған кітаптар, ескі балалар. Бұл бөлмеде биліктің демі әлі де сезілетін. Сейітқазы Ғалымұлын күндіз кресломен алып келді. Арқасына жұмсақ жастық қойылған. Ол үндемей отырды, бірақ оның көзқарасы тік, қатал, өткір, бәрін айтып тұрды. Ол бәрімізге уақыт бар, бірақ мейірімі жоқ төрешідей қарады. Арман терезе жанында тұрды. Мен креслоның жанында сәл артта тұрдым. Айгерім қарсыда, барқыт орындықта тік отырды. Сыртқы бейнесі әлі мінсіз, бірақ көзінде үмітсіздік бар еді. Мен түсінгім келеді, деді Арман. Бұрылмай. Ол терезеге қарап сөйлеп тұрды. Жорамалсыз, эмоциясыз. Тек фактілер. Айгерім сабырмен сөйледі, бірақ даусы дір етті. Бір ғана факт бар. Сен күтушіге билік бердің. Ол саған ампула тықты, мені жау қылып көрсетті. Енді біз осында тергеуде отырғандай отырмыз. Шынымен бе, Арман? Мен сабырмен жауап бердім, мен ештеңе тықпадым. Мен тек заң бұзушылықты тіркеп дәрігер жеткіздім. Қалғаны оның шешімі. Айгерім мысқылдап күлді. Әрине, дәрігер саған сенді, сондай жұмсақ, сондай шынайы, сондай қамқор. Сондай жалғыз жанға. Арман күрт бұрылды. Даусында бұрын болмаған қаттылық пайда болды. Жетет, Айгерім орнынан атып тұрып, қартқа жақындады. Айтшы сен, әке. Ол сені құрбан қылып көрсетіп отыр. Ал сен күшті едің, қатал едің. Даусы үзіліп кетті, мен саған тыныштық қыладым. Сен демалсын дедім, бәрі сенімді қолда екенін білсін дедім, ұлыңның қолында. Ол жұдырығын түйді, әлде енді сен әулие болдың ба? Соңында мейірімді болғың келді ме? Сейітқазы Ғалымұлы үндемеді. Ұзақ қарады. Сосын көзін ұлына аударып, кірпік қақты. Бір рет. Баяу, нақты, Арман терең демалды, бірақ басын түсірмеді. Айгерім, сен оған дәрілерді тағайындаусыз, рұқсатсыз бердің. Сен оның орнына шешім қабылдадың, оған енді тыныштық керек деп, өзіңе жетті деп ойладың. Бірақ бұл шешімді сен жалғыз қабылдадың. Айгерім жымиюға тырысты, бірақ ерні бағынбады. Сен ешқашан батылдық танытпас едің. Әдеттегідей ол сабырлы, бәсең дауыспен жауап берді. Демек, менің күдігім дұрыс болған. Сен бәрі үшін шешім қабылдадың. Ол үшін де, мен үшін де. Тыныштық орнады. Ескі сағаттың тілдері циферблатта сыбдырлап қозғалып тұрғаны естілді. Мен ажырасуға арыз беремін, деді Арман. Бұл сөздер ауыр соққыдай естілді. Айгерім аузын ашты, бірдеңе айтпақ болды, бірақ сөз таба алмады. Ол Арманға қарап, мүмкін ол шешімін өзгертер деп үміттенгендей болды. Сосын маған қарады, мұқият, бірақ бұрынғыдай менсінбеусіз, ашусыз, айыптаусыз. Тек күйіп кеткендей бос қалған жанар. Содан кейін бұрылып есікке қарай жүрді. Шығып кетті, артында еш белгі қалдырмай.
Кабинетте терең тыныштық орнады. Ыңғайсыз емес, бәрі айтылып болған, енді сөз қажет емес тыныштық. Ауада қоюланып кеткендей болды. Мен бір қадам артқа шегініп кетпек болдым. Бұл олардың сәті, олардың таңдауы. Менің рөлім аяқталды. Бірақ мен бұрыла бергенде, Арман алға шығып, жай дауыспен сөйледі. Әке, сен әрқашан менің өзім болуыма кедергі келтірдің. Мен сені көп нәрсе үшін кінәладым, әр күмәнім, қорқынышым, әлсіздігім үшін. Ол сәл кідіріп маған қарады, бірақ бұл қыз. Ол сенің үнсіз болсаң да, сені кешіруге болатынын көрсетті. Мен сабырмен жауап бердім, мен тек өз жұмысымды істедім. Ол басын шайқады. Сен одан да көп нәрсе жасадың. Ол маған тік қарады. Бұл өтініш емес, шақыру еді. Қал, Сейітқазы Ғалымұлы баяу кірпік қақты. Біз түсіндік, бұл оның үнсіз келісімі еді. Оның сөзсіз батасы. Бір апта өтті. Үй біртіндеп басқа тыныштыққа толды, ауыр емес, күткен емес, шынайы, жаңбыр алдындағы жылы ауадай. Бәрі байқалмай өзгерді. Айгерімнің қадамдары енді дәлізде естілмейтін болды. Жасырын шиеленіске толы әңгімелер жоғалды. Үстел басындағы улы сыпайылық та кетті. Сейітқазы Ғалымұлы бір қалыпты тыныстады. Ол әлі де креслода отырды, бірақ көзқарасы өзгерді, қатал емес, айыптаушы емес, тыныш. Біз бір-бірімізді сөзсіз түсінетінбіз. Мен оған ескі кітаптарды дауыстап оқитынмын. Ол кейде тыңдамай, терезеге қарап отыратын, сыртта жаңа өмір басталып жатқандай. Оның көзінде үміт бар еді. Қорқыныш емес, өмірге деген сенім. Бір кеште Арман кітапханаға жай ғана кірді, папкасыз, асықпай, қолында шай. Бүгін ол ерекше тыныш көрінді, деді ол. Бұл сенің әсерің. Мен жымиып, мүмкін, бұл жай ғана тыныштық шығар. Кейде ол дәріден де жақсы емдейді, дедім. Ол маған қарап, сен әлі де қайда барарыңды іздеп жүрсің бе? Мен сәл ойланып, енді асықпаймын, дедім. Сосын осы үйге алғаш келгенімді есіме алдым, той күні тастап кеткен соң. Сол кезде адам тоқтайды. Өз аяғында тұруды үйренеді. Басқаларды тастамауды үйренеді. Арман бас изеді, онда осында қалшы. Күтуші ретінде емес. Қонақ ретінде емес. Жай ғана қал. Мен оған қарадым, алғаш рет қорқынышсыз. Бұл ұсыныс емес, үйге оралу сияқты болды. Сейітқазы Ғалымұлы басын бұрмай-ақ жай ғана кірпік қақты. Біз екеуміз күліп жібердік, жай, бірақ шынайы. Ең қиыны артта қалғанын түсінген адамдар сияқты. Ал енді жаңа өмір басталады, тыныш, шынайы. Ал сіздер менің әңгімем ұнады ма? Жазыңыздар, және міндетті түрде арнамызға жазылыңыздар.